Саламатсыздар ма, YouTube арнама қош келіпсіздер. Сіздермен бірге Диана. Бүгінгі видеода біз таңқурайдан тосап дайындаймыз. Дайындаудың әртүрлі тәсілі бар. Біреулер мұздатады, кейде жай ғана осыны қайнатып жабамыз. Осыны қайнатып жабу жолын ең сенімді жол деп білемін. Міне осылай таңқурайларымыз бақшамызда бар болса теріп аламыз, жоқ болса сатып алып дайындаймыз. Осылай таңқурайларымызды шараға салып аламыз. Ішінен жапырақ немесе осыны ағарған жерлері болуы мүмкін. Сондықтан малиналарымызды біртіндеп тазалап шығамыз. Міне осылай тазалап алдық. Тазалаған соң 3 рет жақсылап жуып тастадым. Ішіндегі шыққан қоқысы шығуы мүмкін. Осылай тазалап аламыз. Тазалап болған соң үстіне құмшекер саламыз. Менде 4,5 килограмм таңқурайдыға әрбір килограммына 850 грамм құмшекерден қостым. Міне осылай құмшекер қосып, біреулер суын шығуын күтеді, бірақ мен осылай құмшекер салған соң осылай жақсылап езе бастаймын. Қою болып кетеді тосабым, сондықтан үстіне осы 4,5 килограмм таңқурайдың үстіне 200 миллилитр жай су қостым. Кәдімгі су қосамыз, себебі өте қою болып кетеді. Міне осылай су қосқан соң жақсылап еземіз. Жақсылап езіп болған соң газ пешіміздің үстіне қоямыз. Газымызды максимал дәрежеде көтереміз. Астындағы отынымызды көтеріп, қайнап шыққан соң, міне осылай қайнап шығады. Қайнап шыққан соң демде отымызды баяу отқа ауыстырып төмендетеміз. Отымыз төмендеткен соң тура сағатқа қарап 10 минут қайнатамыз. Осылай баяу отта қайнатамыз. Арасында осылай көбік шығады. Осылай көбігін бәрін алып тастаймыз, міндетті түрде. Міне осындай баяу отта қайнатамыз. Міне осылай таңқурайымызды қайнатып алдық. Енді қайнатып болған соң шетке алып қоямыз. Қазірде күн ыстық, сондықтан шетке алып қойып 2-3 сағат суытамыз. 2-3 сағат суытқан соң қайтып газ пешіне қойып, отты максимал дәрежеде көтеріп, бір қайнап шыққан соң отымызды төмендетіп, тағы да тура 10 минут қайнатып, дәл осы тәсілмен тура 10 минут қайнатқан соң шетке алып қоямыз. Міне осылай шетке алып қоямыз малинамызды. Тағы да 10 минут шамасында суытып, үстіне пленкасы көрініп тұр, тосабымызды. 10 минут суытқан соң банкаларымызға барлығын құйып тастаймыз. Міндетті түрде тосабымызды шамалы суыту қажет, себебі ішіндегі дәні қатып қалады. Қайнатқанда да төмен отта қайнату себебі сол. Қатты отта қайнататын болсақ, ішіндегі дәні қатып, кейіннен тіске батады. Жегенде немесе шайға салып ішкенде қатып тұрады. Міне осылай барлығын банкаға құйып тастаймыз. Менде 4,5 килограмм таңқурайдан 5 литр варенье шықты. Міне осылай тосабымыздың барлығын қойып алдық. Үстінен стерильный темір крышкаларымызды жауып, жақсылап бұрап жауып тастаймыз. Тосабымызды аударудың қажеті жоқ, немесе үстіне жылы нәрсемен ораудың қажеті жоқ. Жай ғана суығанды күтіп, салқындау және күн тимейтін жерде сақтаймыз. Міне осылай тосабымыз дайын, өте дәмді және емдік ретінде қолданылатын тосап болды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Диана. Видео ұнаған болса лайк басып, арнама жазыңыздар. Сау болыңыздар.